Баршаңызға ассалаумалейкум, қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Тәтті Тізім каналы. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді осындай әдемі блинчик жасайтын боламыз. Ал енді достар, таза ыдысымызға 3 жұмыртқа саламыз және де оның үстінен 3 қасық шекер саламыз және жақсылап араластырып жібереміз. Енді үстінен 1 кесе жылы сүт құйып жібереміз және жақсылап араластырамыз. Достар, енді үстіне аз-аздан ұнымызды қосып, жақсылап араластырып отырамыз. Енді үстінен сұйық майымызды құямыз. Достар, енді көріп отырғандарыңыздай 1 бокал ыстық қайнап тұрған суды қосып және жақсылап 1 келкі болғанша араластырамыз. Достар, енді оның үстіне 1 шымшым тұз салып жібереміз. Енді дайын болған қамырымызды қызып тұрған табамызға салып аламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер және видеом ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.